Достар, бұл Қазақ Storytime, біз бастаймыз. Сендердің бәріне өлім! Бір тізімнің басталуы. 2022 жыл. Алматы қала шетіндегі зәулім үйдің жерасты қабатында Ерлан үстел үстіндегі ескі фотосуретке телміріп отыр. Суретте 1999 жылғы бақытты сәт. Оның жас кезі және анасының күлімсіреген бейнесі. Бірақ Ерланның назары суретте емес, оның қасындағы қара дәптерде. Дәптердің бірінші бетінде 5 есім жазылған. Әр есімнің тұсында белгілі бір сипаттама бар. Қасқыр алтын сағат, сол жақ бетіндегі тыртық. Жылан салқын дауыс, сақиналы саусақтар. Түлкі көзілдірік, жалған күлкі. Аю дәудене, ерекше иіс су. Қарға басшы, қара плащ. 23 жыл деп сыбырлады Ерлан, оның дауысы тастан шыққандай суық естілді. Әр секунд, әр дем сендерді іздеумен өтті. Енді кезек менікі. 1999 жыл, қираған әлем. Ерлан 9 жаста еді. Ол кезде Алматының шетіндегі шағын үйде анасы екеуі тұратын. Әкесі ерте қайтыс болған. Анасы Гүлсім кішігірім наубайханада жұмыс істейтін. Сол бір қарашаның суық түнінде үйге 5 адам басып кірді. Олар Гүлсімнің наубайханасы орналасқан жер телімін тартып алғысы келген рейдерлер еді. Қол қой, әйел. Әйтпесе мына балаң жетім қалады. Деген айқай Ерланның құлағында әлі күнге дейін жаңғырып тұр. Ерлан шкафтың ішінде жасырынып тұрды. Ол саңылаудан бәрін көрді. 5 адам. Олар анасын аяусыз ұрып, қорлап, ақыры құжаттарға күштеп қол қойдырды. Олар кетіп бара жатқанда үйді өртеп жіберді. Ерлан анасын жанып жатқан үйден сүйреп шықты, бірақ Гүлсімнің жаны сонда қалған еді. Ол қайтыс болған жоқ, бірақ алған жарақаттармен қорлықтан кейін ес-түссіз, тірі өлікке айналды. 23 жыл бойы ол аурухана төсегінде ұлын танымайтын күйде жатты. 3 есте сақтау қабілеті Ерланның қарғысы мен сыйы. Ерланның бойында сирек кездесетін қасиет бар, гипертимезия. Ол өмірінің әрбір секундын, көрген әрбір жүзін, естіген әрбір иісін фотосуреттей сақтап қалады. Ол сол түні үйге кірген 5 адамның саусақ ізіне дейін, киген киімінің матасына дейін ұмытқан жоқ. Ол балалар үйінде өсті. Күн сайын түнде ол сол 5 адамның бейнесін санасында қайталап, оларды ұмытпауға серт берді. Ол білім алды, спортпен шұғылданды, ақша жинады. Бірақ оның мақсаты байлық емес, жаза еді. Бірінші нысана – аю. Ерланның іздеуі аюдан басталды. Бұл адам қазіргі таңда қаланың құрылыс магнаты, аты жөні Мұрат Сәрсенбаев. Ол өзінің өткенін тазалап тастаған. Қазір ол меценат, үлгілі отағасы. Бірақ Ерлан оның 1999 жылғы сол бір ерекше иіс суын әлі ұмытқан жоқ. Ерлан Мұраттың компаниясына күзетші болып жұмысқа орналасты. Оған жақындау үшін 3 ай уақыт кетті. Ол Мұраттың әрбір жүріс-тұрысын, әлсіз тұстарын зерттеді. Аюдың терісі қалың, бірақ жүрегі қорқақ. Оны бірден өлтіру тым оңай болар еді. Ол әуелі бәрінен айырылуы керек деп ойлады Ерлан. 5. Психологиялық соққы. Мұрат Сәрсенбаевтың кабинетіне күн сайын түсініксіз хаттар келе бастады. Хаттың ішінде тек 1999 жылғы наубайхананың өртенген суреті мен бір ғана сөз жазылған. Есіңде ме? Мұрат мазасыздана бастады. Ол күзетті күшейтті, бірақ Ерлан, оның сенімді күзетшісі ретінде бәрін бақылап отырды. Бір күні Мұрат көлігіне отырғанда, артқы орындықта ақ балшықтан жасалған кішкентай нанның мүсінін көрді. Дәл анасының наубайханасында пісірілетін нанның пішіні. Мұраттың түсі бұзылды. Ол өткен күннің елестері оралып жатқанын түсінді. 6. Тұзақ құрылды. Ерлан Мұраттың ең үлкен келісімшартын бұзу үшін жасырын операция бастады. Ол Мұраттың барлық жемқорлық схемаларын, салықтан жалтарған құжаттарын жинап, бәсекелестеріне және антикоррупциялық қызметке жіберді. Бір түннің ішінде Мұраттың империясы шытынады. Шоттары бұғатталды, серіктестері теріс айналды. Ол жалғыз қалды. Мұрат өзінің қала сыртындағы үйіне қашып кетті. Ол жерде оны тек бір адам күтіп тұр еді. 7. Бетпе-бет.
Мұрат үйіне кіргенде қонақ бөлмесінде жарық сөніп тұрды. Тек каминнің әлсіз оты ғана Ерланның сұлбасын көрсетіп тұрды. «Кімсің сен? Не керек саған?» деп айқайлады Мұрат, қолына тапаншасын алып. Ерлан орнынан баяу тұрды. Ол Мұратқа жақындады. «Иісің өзгермепті, Мұрат», сол баяғы қымбат иіс су. Бірақ астында сасық тер мен қорқыныш жатыр. Ерлан қолындағы шамды жақты. Оның қолында 23 жыл бұрынғы өрттен қалған анасының орамалы бар еді. Есіңде ме? 1999 жыл. Шағын үй. 9 жасар бала. Сендер оны көрмедік деп ойладыңдар ма? Мен бәріңді көрдім. Әрқайсыңды. Мұраттың тапаншасы жерге түсіп кетті. Оның көзінен сұмдық үрей көрінді. Ол жай ғана бизнес еді деп міңгірледі ол. Жоқ, деді Ерлан Мұраттың алқымынан алып. Бұл жаза. Бірінші есім сызылды, бір. Елестің соңындағы жаңа есім. Мұрат Сарсенбаевтың, Аюдың күйреуі қаланың жоғарғы топтарында үлкен дүрбелең туғызды. Бірақ Ерлан үшін бұл тек бастамасы ғана еді. Оның қара дәптеріндегі келесі есім Арман Досанов, лақап аты Түлкі. Арман 1999 жылы сол топтың миы болған. Ол құжаттарды қалай бұрмалауды, заңнан қалай жалтаруды жақсы білетін. 23 жылдан кейін ол қалалық прокуратураның жоғары лауазымды шенеунігіне айналған. Ол заңды қару ретінде қолданатын өте сақ және қу адам. Ерлан өзінің жасырын пәтерінде Арманның өмірін талдап отырды. Түлкінің ең үлкен әлсіздігі оның мінсіз беделі. Ол өзін әділдіктің символы ретінде көрсеткенді ұнататын, бірақ артында қаншама адамның тағдырын талқандаған қара істері жатыр еді. Екі анасының оянуы. Ерлан әдеттегідей анасы жатқан жеке клиникаға келді. Гүлсім әлі де үнсіз. Бірақ бүгін бір ерекшелік болды. Ерлан анасының қолынан ұстап бала кезінде айтатын әнін ыңылдап бастағанда анасының саусағы сәл селк етті. Ерланның жүрегі атқақтап кетті. «Анашым, сен мені естіп тұрсың ба? Мен Ерланмын», деді ол дауысы дірілдеп. Гүлсім көзін ашпады, бірақ оның бетіндегі бұлшықеттер сәл қимылдағандай болды. Дәрігерлер мұны рефлекс деуі мүмкін, бірақ Ерлан бұның үміт екенін білді. Бұл үміт оның кегін одан сайын қайрай түсті. Түлкіге құрылған тұзақ. Арман Досанов өте сақ болғаны сонша оған жақындау мүмкін емес еді. Ол тек сенімді адамдармен ғана сөйлесетін. Ерлан оны ішінен құлатуды ұйғарды. Ерлан Түлкінің жасырын мұрағатына қол жеткізді. Ол Арманның соңғы жылдары пара алып, қылмыскерлерді босатқан бірнеше ісінің түпнұсқасын тауып алды. Ерлан бұл құжаттарды Арманның ең басты бәсекелесіне және тәуелсіз журналистерге бөліп жібере бастады. Арманның айналасында бұлт қоюлана бастады. Күн сайын оның кеңсесіне тексерушілер келіп, беделіне нұқсан келе бастады. Арман өзінің ізіне біреудің түскенін сезді. Ол өзінің барлық байланыстарын қолданып көлеңкені іздеуге кірісті. Күтпеген кездесу. Бір күні кешке Арман Досанов үйіне келгенде жұмыс бөлмесіндегі шамның жанып тұрғанын көрді. Ол үстелінің басында отырған бейтаныс жігітті көріп, дереу күзетті шақырмақ болды. «Күзетшілеріміз ұйықтап жатыр, Арман мырза», деді Ерлан сабырмен. Ол қолындағы 1999 жылғы өртенген үйдің кілтін ойнатып отыр еді. Арманның түсі бозарып кетті. «Сен кімсің? Саған не керек? Ақшама? Қанша сұрасаң да беремін», деді ол дауысы қалтырап. 23 жыл бұрын сіз бір әйелдің өмірін ақшаға айырбастадыңыз. Мен сол әйелдің ұлымын. Түлкі азуынан айырылғанда оның тек қорқақ бейнесі қалатынын білесіз бе? 5. Сахнадан кету. Ерлан Арманның алдына үлкен конверт тастады. Мұнда сіздің бүкіл өміріңізді түрмеде өткізуге жететін дәлелдер бар. Бірақ мен сіздің түрмеде жатқаныңызды қаламаймын. Мен сіздің бәрінен, атақтан, лауазымнан, отбасыңыздан айырылып, көшеде қалғаныңызды қалаймын. Дәл менің анам сияқты. Ерлан орнынан тұрып есікке беттеді. Сізге 24 сағат беремін. Не бәрін мойындап қызметтен кетесіз, не ертең таңертең бұл құжаттар теледидардан көрсетіледі. Түлкінің інде тығылатын уақыты бітті. 6. Екінші жеңіс.
Келесі күні таңертең Арман Досановтың қызметтен кеткені және оған қатысты қылмыстық іс қозғалғаны туралы жаңалықтар жарық көрді. Арманның дүние мүлкі тәркіленіп, ол қоғамның алдында масқара болды. Ерлан қара дәптерін ашып, түлкі деген есімнің үстін қызыл қаламмен сызып тастады. Екіншісі кетті деп күбірледі ол. Бірақ Ерланның келесі нысанасы жылан. Ол бәрінен де қауіпті. Жылан Ерланның ізін тауып алған еді. Ол Ерланның анасы жатқан клиниканы біліп қойды. Бір көлеңкедегі жау. Ерлан ескі зауыттың шатырында тұрып, қаланың түнгі шамдарына қарап тұрды. Оның ойында тек бір нәрсе, анасының қауіпсіздігі. Аю мен түлкіні құлатқанымен қалған үшеуі, әсіресе Байжан Сәдіков, лақап аты жылан, оңай шағылатын жаңғақ емес еді. Байжан 1999 жылы топтың ішіндегі ең қатыгез, сезімсіз адам болатын. Ол қинағанды жақсы көретін. Қазір ол көлеңкелі бизнестің королі, жеке күзет агенттіктерімен жасырын казинолардың иесі. Ол заңмен де, армен де санаспайды. Ерланның телефонына белгісіз нөмірден бейне жазба келді. Экранда анасы жатқан клиниканың дәлізі көрінді. Камера баяу жылжып, Гүлсім жатқан палатаның есігіне тіреледі. Ар жағынан Байжанның сол баяғы салқын, сылдаған дауысы естілді. Ерлан, балақай, сен аңшы болғың келді ме? Бірақ жыланның ініне абайламай кірген адам өледі. Мен сенің кім екеніңді білемін. Анаңның демі менің қолымда. Екі уақытпен жарыс. Ерланның гипертимезиясы, фотографиялық жады іске қосылды. Ол бейнежазбадағы әрбір бөлшекті талдады. Медбикенің өтіп бара жатқандағы. Ол сол жерде. Қазір. Деп Ерлан орнынан атып тұрды. Ол өзінің қара Гелендвагеніне отырып, қала көшелерімен құйындатып жүйіткіп келе жатты. Оның жүрегінде қорқыныш емес, жабайы ыза қайнап тұрды. Жылан шекараны аттады. Ол Гүлсімге тиісті. Бұл оның соңғы қателігі. Клиникаға жеткенде күзетшілердің жерде сұлап жатқанын көрді. Байжанның адамдары кәсіби жендеттер еді. Олар дыбыссыз жұмыс істеген. Ерлан қаруын, травматикалық тапаншамен аңшып шағын, дайындап, лифтке емес, баспалдақпен жоғары ұмтылды. 3 палатадағы аңду. 3-ші қабат. 4-ші палата. Дәлізде 2 қарулы адам тұр. Ерлан оларды тез арада залалсыздандырды. 23 жыл бойы жаттыққан жекпе-жек өнері өз жемісін берді. Ол палата есігін жұлып ашты. Палата ішінде Байжан Сәдіков, жылан отыр екен. Ол Гүлсімнің жанындағы орындыққа жайғасып, қолындағы өткір пышағымен алма ашып отыр. Оның саусақтарындағы алтын сақиналар шам жарығына шағылысады. Кешіктің, Ерлан, деді Байжан басын көтермей. Анаңның беті қандай аппақ. Дәл 23 жыл бұрынғыдай. Сол түні ол өте әдемі еді, иә. Бірақ сен шкафтың ішінде дірілдеп отырдың. Ерланның тістері сақырлады. Жібер оны, Байжан, сенің есебің менде. Есеп? Байжан орнынан тұрды. Оның жүрісі шынымен де жыланның қимылына ұқсайтын. Сен менің достарымды масқара қылдың. Бірақ мен мұрат емеспін. Маған ақша да, лауазым да маңызды емес. Маған тек қан керек. 4 жыланның уы қайтарылды. Кенеттен Байжанның телефоны шырылдады. Ол нық сеніммен тұтқаны көтерді, бірақ оған келген хабарлама оның жүзін бір сәтте өзгертті. Экранда оның жалғыз қызының мектептен шығып келе жатқан суреті және жанында Ерланның сенімді серігі, балалар үйінде бірге өскен досы Қанат тұрғаны көрінді. Не? Бұл не? Байжанның дауысы дірілдеп кетті. Сенің әдісің, Байжан, деді Ерлан ұғыспен. Сен менің анама жақындасаң, мен сенің ең қымбатыңды аламын. Мен сен сияқты қанішер емеспін, бірақ сені құрту үшін бәріне барамын. Байжан пышағын түсіріп алды. Оның бүкіл қатыгездігі бір сәтте жоғалып, орнына қорқыныш келді. Оған тиіспе. Өтінемін. Олай болса, қазір осы жерден кетесің. Барлық бизнесіңді, барлық қарулы адамдарыңды таратасың. Сен бұл қаладан жоғалуың керек. Егер сенің бір адамыңды осы маңнан көрсем, қызыңмен қоштаса бер. 5 сатқындықтың ашылуы. Байжан палатадан қашып шықты. Ерлан анасының қасына отырып, оның маңдайынан сүйді.
Гүлсімнің тынысы жиілеп, көзінің астындағы бұлшықеттері тағы да селк етті. Бәрі бітті, анашым. Ол кетті деп сыбырлады Ерлан. Бірақ Ерлан бір нәрсені түсінді. Байжан оны қалай тапты? Ол клиниканың мекенжайын ешкімге айтпаған еді. Демек, оның айналасында сатқын бар. Ол клиниканың бейнебақылау камераларын тексеріп отырып, бір сұмдықты байқады. Оған ақпарат беріп жүрген ескі танысы, адвокат Олжас, Түлкімен де, Қарғамен де байланыста болған екен. Олжас бұл тізбектің 5-ші адамына қызмет ететін тыңшы еді. 6 Қарғаның көлеңкесі. Ерлан қара дәптерін ашып, жылан деген есімді сызып бастады. Байжан сол түні қаладан қашып кетті, оның бүкіл империясы бір күнде құлады. Енді алда тек екеуі қалды, Қасқыр мен Қарға. Қарға бұл топтың нағыз басшысы. Ол қазіргі таңда саясаттағы өте ықпалды адам, министрлік деңгейіне жеткен Данияр Болатов. Ол 1999 жылға қылмыстың барлық іздерін жойған және Ерланның анасының тағдырын шешкен басты адам. Демек, Олжас сенің адамың ба? Ерлан терезеге қарап күбірледі. Олай болса, ойын ережесі өзгереді. Мен енді тығылмаймын. Мен тікелей шабуылға шығамын. 7 күтпеген серпіліс. Сол түні Ерлан палатада қалды. Таңға жақын Гүлсімнің саусақтары Ерланның алақанын қатты қысты. Ерлан деген әлсіз, сыбырлаған даусы естілді. Ерлан есеңгіреп қалды. 23 жылдан кейін ол анасының дауысын бірінші рет естіп тұр. Оның көзінен жас парлап кетті. Мен осындамын, анашым. Мен осындамын. Оларды кешірме, деді Гүлсім көзін ашпастан. Бұл сөз Ерланның бойындағы кек отын лаулатып жіберді. Ол анасының қандай тозақтан өткенін, оның санасы осы 23 жыл бойы сол қорқынышты түннің ішінде қамалып қалғанын түсінді. Бір сатқынға сабақ. Ерлан клиникадан шыққанда, оның жанарындағы от тіпті түннің қараңғылығын тіліп жіберетіндей еді. Ол өзі сенген адвокат Олжастың опасыздығын кешіре алмады. Сатқындық бұл Ерлан үшін өлімнен де ауыр қылмыс. Ол Олжасты қала сыртындағы ескі қоймаға шақыртты. Олжас ештеңе сезбестен Ерланнан кезекті сыйақысын алуға келген еді. Бірақ қоймаға кіргенде оны тек қараңғылық пен Ерланның суық дауысы қарсы алды. Олжас, сенің жадың нашар екен, деді Ерлан көлеңкеден шығып. Сен менің әрбір сәтсіздігімді Қарғаға сатып отырдың ба? Сенің кесіріңнен менің анамның өміріне қауіп төнді. Олжас тізе бүгіп кешірім сұрай бастады. Ерлан, түсінші. Данияр Болатов, Қарға, өте қуатты адам. Ол менің отбасыммен қорықты. Менің де отбасым бар еді. Олжас, 23 жыл бұрын сенің қожайындарың оны өртеп жіберді. Ерлан Олжасты өлтірген жоқ. Ол оған бәрінен де ауыр жаза дайындады. Ол Олжастың барлық заңсыз келісімдері мен Қарғамен байланысын әшкерелейтін құжаттарды полицияға емес, Олжас алдап кеткен қатыгез криминалдық топтарға жіберді. Олжас үшін енді бұл қаланың әрбір бұрышы ажал ошағына айналды. 4-ші есім Қасқыр. Ерлан қара дәптерін ашты. Келесі нысана Қайрат Темиров, лақап аты Қасқыр. Ол 1999 жылы топтың соққы беруші күші болған. Сол жақ бетіндегі ұзын тыртығы мен қолындағы ауыр алтын сағаты Ерланның есінде мәңгілікке таңбаланған. Қазір Қайрат Данияр Болатовтың, Қарғаның жеке күзет қызметінің басшысы. Ол қатыгез, соғыс өнерін меңгерген, ешкімді аямайтын жендет. Оған жақындау ажал мен бетпе-бет келу деген сөз. Ерлан Қасқырды жекпе-жекке шақыруды ұйғарды. Ол Қайраттың ең жақсы көретін астыртын жекпе-жек клубына келді. Бұл жерде заң жоқ, тек күштілер ғана аман қалады. 3 жекпе-жек клубындағы арпалыс. Клуб іші айқай-шуға толы. Ортадағы рингте 2 дәу адам бірін-бірі аяусыз ұрып жатыр. Қайрат Қасқыр жоғарғы қатарда отырып, бұл көріністі рахаттана тамашалап отыр екен. Ерлан рингке шықты. Ол ешкімге сөйлеместен Қайратқа қарап саусағымен ишарат жасады. Клуб іші бір сәтте тыныштала қалды. Қайрат орнынан баяу тұрды. Оның бетіндегі тыртығы мысқылмен қисайды. Сен кімсің, балақай? Өлгің келіп жүрме? Деді Қайрат. 23 жыл бұрын сен бір үйді өртеп, әйелді ұрғанда да осылай мақтанған едің, Қасқыр.
Есіңде ме, сол жақ иығындағы жарақат. Оны сол түні кішкентай бала тістеп алған еді. Мен сол баламын. Қайраттың көздері атыздай ашылды. Ол рингке секіріп түсті. Демек, тірі қалған екенсің. Ендеше бүгін сол істі аяғына жеткіземін. Шайқас басталды. Қайрат өте күшті еді, оның соққылары темірдей ауыр. Бірақ Ерланның басты қаруы оның жады мен ақылы. Ол Қайраттың әрбір қимылын 1999 жылғы ескі жарақаттарынан қалған әлсіз тұстарын білетін. Ерлан Қайраттың соққыларынан жалтарып, оның сол жақ иығындағы ескі жарасына дәл тигізіп соққы берді. 4 қасқырдың тізе бүгуі. Ақыры Ерлан Қайратты жерге құлатты. Ол қасқырдың мойнына пышағын тақады. Өтінемін. Атпашы, бәрін айтамын, деді Қайрат қырылдап. Маған сенің сөзің керек емес. Маған сенің мойындауың керек. Ерлан рингтің төбесіндегі камераларға қарады. Бұл жекпе-жек тікелей эфирде Қарғаның кеңсесіне таратылып жатқан еді. Ерлан Данияр Болатовқа, Қарғаға тікелей үндеу тастады. Данияр, қарап отырсың ба? Сенің күзетшің құлады. Сенің қасқырың өлімші болып жатыр. Сенің де кезегің келеді. Ерлан Қайратты өлтірмеді. Ол оны мүгедек күйінде қалдырды. Нағыз жауынгер үшін бұл өлімнен де ауыр жаза еді. 5 Қарғаның ашуы. Данияр Болатов өзінің зәулім кеңсесінде отырып, экрандағы көрініске қатыгездікпен қарады. Ол 23 жыл бұрын бұл баланы өлтіру керек еді деп өкінді. Ол тым алысқа кетті, деді Данияр өзінің көмекшісіне. Оның анасын қолға алыңдар. Егер ол өлсе, бұл баланың күресуге себебі қалмайды. Бірақ Данияр бір нәрсені білмеді. Ерлан анасын клиникадан әлдеқашан алып кеткен еді. Ол Гүлсімді қала сыртындағы ешкім білмейтін, қатаң күзетілетін құпия жерге көшірді. 6 Анасының алғашқы сөздері. Ерлан құпия үйге келгенде Гүлсімнің көздері ашық екенін көрді. Ол бұрынғыдай бос кеңістікке емес, Ерланның жүзіне тура қарап тұрды. Ерлан, деді ол дауысы сәл нық шығып. Ол Данияр. Оның қолында бір құжат бар. Әкеңнен қалған. Қандай құжат, анашым? Гүлсім терең тыныс алды. Әкең? Ол кездейсоқ өлген жоқ. Ол Даниярдың үлкен қылмысын біліп қойған еді. Олар біздің үйді тек жер үшін емес, сол құжатты табу үшін өртеді. Ол құжат әлі де сонда, ескі бақтағы ағаштың астында. Ерланның басы айналып кетті. Демек, бұл тек кек алу емес, бұл әкесінің аруағын ақтау және Даниярды заң алдында жауапқа тарту мүмкіндігі. 7 Сатқынның соңғы ойыны. Ерлан ескі баққа баруға дайындалды. Бірақ ол жолда Олжастан хабарлама алды. Сатқын адвокат өлер алдында Ерланға соңғы маңызды ақпаратты жіберген екен. Ерлан, сақ бол. Данияр сенің әкеңнің құжатын іздеп жүргенін біледі. Ол бақта саған қақпан құрып қойды. Және ол жалғыз емес. Оның қасында 5 адам бар. Сен ол адамды танымайсың, бірақ ол сені жақсы біледі. 5 адам. Ерлан таңғалды. Ол 4 адамды тапты. Ал 5-шісі Қарғаның өзі емес пе еді? Әлде тағы бір көлеңкелі тұлға бар ма? 1. Ескі бақтың елесі. Түн ортасы. Ерлан 23 жыл бұрын өртеніп кеткен үйінің орнына келді. Қазір бұл жер жабайы бұталар басқан, қараусыз қалған бос жатқан жер телімі. Айнала тас қараңғы, тек алыстан иттердің үргені мен қаланың әлсіз гуілі естіледі. Ерлан анасы айтқан ескі алма ағашын тауып алды. Уақыт оны аямаған, ағаш кеуіп, бұтақтары құр сүлдеге айналған. Ерлан күректі алып ағаштың түбін қаза бастады. Оның әрбір қимылында бала күнгі естеліктер мен әкесіне деген сағыныш араласып жатты. 1 метрдей қазған соң күрек темірге сарт етіп тиді. Ерланның жүрегі атқақтап кетті. Ол топырақты қолмен аршып тот басқан шағын металл қорапшаны суырып алды. Қорапшаның ішінде бірнеше фотосурет, ескі дискета және мұқият оралған қолжазба бар екен. 2 әкесінің соңғы хаты. Ерлан шамды жағып қолжазбаны оқи бастады. Бұл оның әкесі Асқардың жазуы еді. Егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек мен тірі емеспін. Данияр Болатов, Қарға, мен оның артында тұрған адамдар мемлекеттік алтын қорын жымқырудың сұмдық схемасын құрды.
Мен мұны кездейсоқ біліп қойдым. Олар мені өлтіруге тырысады. Мен бұл құжаттарды саған қалдырамын. Сақ бол, ұлым. Олардың арасында біздің ең жақын адамымыз бар. Хаттың соңында бір сурет жапсырылған. Онда жас Асқар, Данияр Болатов және тағы бір адам құшақтасып тұр. Ол үшінші адамның жүзі суреттен әдейі сызып тасталған. Бесінші адам деп күбірледі Ерлан, әкемнің ең жақын досы болған ба? Үш қақпан. Кенеттен айнала жап-жарық болып кетті. Күшті прожекторлардың жарығы Ерланның көзін қарыды. Қолдарыңды көтер, деген бұйрықты дауысы естілді. Айналаны Данияр Болатовтың қарғаның арнайы жасақталған күзетшілері қоршап алған екен. Олардың арасынан Даниярдың өзі шықты. Үстінде қымбат пальто, жүзінде суық жымиыс. Ерлан, деді Данияр мысқылмен. Сен тым көп қазасың. Әкең сияқты ақылды, бірақ тым қырсықсың. Сол қорапшаны маған бер, сонда мен сенің анаңды аман қалдыруым мүмкін. Ерлан қорапшаны кеудесіне қысты. Сен анама тиісе алмайсың, Данияр, ол сенің қолың жетпейтін жерде. Ал мына құжаттар ертең таңертең бүкіл елге жарияланады. Олай болса, сен ол таңды көрмейсің, деді Данияр саусағын сырт еткізіп. 4 түнгі шайқас. Күзетшілер Ерланға қарай ұмтылды. Бірақ Ерлан бұл кездесуге алдын ала дайындалған еді. Ол қолындағы түтін шығаратын гранатаны жерге ұрып, айналаны қою түтінге толтырды. Түтін ішінде Ерлан көлеңке сияқты қозғалды. Ол 23 жыл бойы өзін осындай сәттер үшін шыңдаған. Дыбыссыз, бірақ жойқын соққылармен ол бірінен соң бірі күзетшілерді жерге сұлатты. Данияр Болатов шошып кетіп көлігіне қарай жүгірді. Ерлан Даниярды қуып жетпек болғанда, оның жолын қара киім киген, бетіне маска таққан ұзын бойлы адам бөгеді. Тоқта, Ерлан, деді ол адам. Оның даусы таныс, бірақ өте салқын еді. Бұл құжаттар сенің қолыңда болмауы керек. Бұл сол баяғы 5-ші адам еді. Оның қимылдары кәсіби жауынгерден де артық. Ерлан мен бұл беймәлім жанның арасында сұмдық жекпе-жек басталды. Ол Ерланның әрбір әдісін алдын ала білетіндей көрінді. 5 бетперденің шешілуі. Шайқас кезінде Ерлан қарсыласының бетпердесін жұлып алды. Прожектордың жарығында ол адамның жүзін көргенде Ерланның қолындағы пышағы жерге түсіп кетті. Ағатай, деді Ерлан есеңгіреп. Оның алдында Ерланның балалар үйіндегі ең жақын досы, мұны әрқашан қорғап жүрген, оған төбелесуді үйреткен Бауыржан тұр еді. Бауыржан осы уақытқа дейін қарғаның ең құпия қаруы, оның басты жендеті болып келіпті. Кешір, Ерлан, деді Бауыржан көзіне мұң ұялап. Данияр Болатов менің әпкемді құтқарып қалған. Мен оған өмір бойы қарыздармын. Саған бұл жолға түспе дедім ғой. Сен білдің бе? Ерланның даусы дірілдеп шықты. Сен анамды клиникада кім аңдығанын, әкемнің өліміне кім кінәлі екенін білдің бе? 6 қарғаның қашуы. Осы сәтте Данияр Болатов көлігіне отырып, орнынан қозғалып кетті. Ерлан мен Бауыржан бір-біріне қарап тұрып қалды. Ерланның жүрегіндегі кек пен достық сезімі арпалысқа түсті. Кет, Ерлан, деді Бауыржан кенеттен. Ол қазір шекараға қарай кетті. Онда оның жеке ұшағы күтіп тұр. Егер қазір жетпесең, оны ешқашан таба алмайсың. Мен сені ұстамаймын. Бірақ келесі жолы кездесек аямаймын. Ерлан Бауыржанға соңғы рет қарап көлігіне қарай жүгірді. Оның қолында әкесінің аманаты, құжаттар бар. Ол Даниярды тоқтатуы керек. 7 әуежайдағы текетірес. Қаланың жеке ұшақтарға арналған терминалы. Данияр Болатов асығыс ұшаққа мінуге әрекеттеніп жатыр. Оның қолында шетелге қашуға арналған құжаттар мен миллиондаған доллар бар чемодандар. Ерлан көлігімен әуежайдың қақпасын бұзып кірді. Ұшақтың моторы гүрілдеп ұшуға дайындалып жатыр. Ерлан ұшақ жолына көлденең тұрып көліктен секіріп түсті. Данияр, түспері, деп айқайлады Ерлан. Ұшақтың есігі ашылып, Данияр Болатов шықты. Бірақ оның жүзінде қорқыныш емес, жеңіс нышаны бар еді. Ерлан, сен тым кеш қалдың, деді ол. Сенің қолыңдағы дискета бос. Нағыз құжаттар менде.
Әкең оларды сенен жасырған жоқ, ол оларды маған сатпақ болған. Ол сен ойлағандай батыр емес еді. Бұл сөз Ерланның санасын ұрып жібергендей болды. Әкесі сатқын ба? Әлде Даниярдың кезекті өтірігі ме? Бір. Әуежайдағы арпалыс. Ұшақтың моторы құлақты тұндыра гүрілдеп тұр. Данияр Болатовтың қарғаның сөздері Ерланның құлағында найзағайдай шатырлады. Әкең батыр емес, ол маған құжаттарды сатпақ болған. Бұл сөздер Ерланның 23 жыл бойы қалап келген сенім сарайын бір сәтте құлатқандай болды. Өтірік, сен сандырақтап тұрсың, деп ақырды Ерлан тапаншасын Даниярға кезеніп. Данияр мысқылмен күлді. Ол ұшақтың баспалдағында тұрып қолындағы қалың папканы көрсетті. Сенің әкең Асқар алтынға қатты қызықты, Ерлан, ол біздің схемамызды біліп қойғанда полицияға барудың орнына менен үлес сұрады. Біз келісе алмадық, сосын өрт болды. Сенің қолыңдағы дискета бос. Нағыз дәлелдер менің қолымда. Қаласаң, менімен бірге кет, бәрін көрсетемін. Ерланның саусағы шүріппеде дірілдеп тұрды. Оның гипертимезиясы, фотографиялық жады, әкесінің жүзін, оның жылы дауысын, анасына деген махаббатын санасында қайта тірілтті. Ол адам сатқын болуы мүмкін бе? Екі тосын соққы. Дәл осы сәтте әуежайдың қараңғы бұрышынан тағы бір көлік шығып, Ерланның жанына тоқтады. Көліктен Бауыржан, 5-ші адам, түсті. Оның қолында да қару бар. Ерлан, түсір қаруыңды, деді Бауыржан қатаң дауыспен. Данияр дұрыс айтады. Мен сол түні әкеңнің Даниярмен сөйлескенін өз құлағыммен естігенмін. Олар ақша туралы таласып жатты. Ерлан аң-таң. Оның ең жақын досы Даниярдың сөзін растап тұр. Дүние асты үстіне түскендей болды. 23 жылдық кек, анасының қасіреті, бәрі өтірікке негізделген бе? Данияр ұшаққа кіріп есігін жаба бастады. Қош бол, Ерлан, сен жақсы жауынгерсің, бірақ тым аңқаусың. 3. Дискетадағы құпия. Ерлан ұшақтың қозғалып бара жатқанын көріп көлігіне қарай жүгірді. Ол Даниярды жібере алмайды. Ол шындықты өз көзімен көруі керек. Көлігіне отырып, Данияр айтқан бос дискетаны ноутбугіне салды. Экранда сандар мен кодтар емес, бейне жазба пайда болды. Бұл оның әкесі Асқардың 23 жыл бұрын жасырын түсірген хабары еді. Ерлан, балам, егер Данияр саған мені сатқын десе, сенбе. Ол менің атымды қаралау арқылы сенің рухыңды сындырғысы келеді. Ол мені сатып алуға тырысты, бірақ мен бас тарттым. Мен оның сөздерін таспаға жазып алдым. Мен қазір осы құжаттарды Даниярдың өзіне бергендей болып, оны тұзаққа түсірмекшімін. Егер мен оралмасам, шындық осы дискетада. Сенің әкең ешқашан сатқын болған емес. Ерланның көзінен жас ыршып кетті. Әкесі оны алдамаған. Даниярдың айтқаны соңғы психологиялық айла еді. Ол Ерланды тоқтату үшін оның әкесінің абыройына күйе жаққан. 4. Ұшу жолағындағы ақтық шайқас. Ерлан газды бар күшімен басты. Оның көлігі ұшақтың соңынан құйындатып жетті. Ұшақ жылдамдық алып, жерден көтеріле бастаған сәт. Ерлан көлігін ұшақтың алдыңғы дөңгелегіне қарай бағыттап, соңғы сәтте секіріп кетті. Гүрс. Көлік ұшақтың дөңгелегіне соғылып, жарылыс болды. Ұшақ тепе теңдігін жоғалтып, ұшу жолағынан шығып кетті де, қанатымен жер сызып тоқтады. Ерлан орнынан тұрып, жанып жатқан ұшаққа қарай жүгірді. Оның мақсаты Даниярды тірідей қолға түсіру. 5. Қарғаның құлауы. Ұшақтың есігі қисайып ашылды. Ішінен түтінге малшынған Данияр Болатов шықты. Оның қолындағы папка шашылып, құжаттар желмен ұшып жатыр. Ол жаралы, бірақ әлі де Ерланға өшпенділікпен қарап тұр. Сен бәрін құрттың, деп қырылдады Данияр. Жоқ, мен бәрін өз орнына қойдым, деді Ерлан оған жақындап. Әкем туралы өтірігің үшін сені бірден өлтіруім керек еді. Бірақ сенің жазаң басқа болады. Сен масқара болып, бүкіл елдің алдында жауап бересің. Осы сәтте Бауыржан, 5-ші адам, пайда болды. Ол Ерланға қаруын кезенді. Ерлан, жібер оны. Ол өлсе, менің де құпиям ашылады. Мен де сол түні қателескенмін. 6. Бауыржанның сатқындығының сыры. Ерлан досына бұрылды.
Бауыржан, сен неге оны қорғап тұрсың? 23 жылдық достығымыз қайда? Бауыржанның көзінен жас ақты. Ерлан, Данияр Болатов менің туған әкем. Ол менің анамды тастап кеткен. Бірақ 1999 жылы мені тауып алып, егер маған қызмет етсең, сені адам қыламын деді. Мен өз әкемді өлтіре алмаймын. Бірақ сені де өлтіре алмаймын. Бұл Ерлан үшін екінші соққы еді. Оның ең жақын досы жауының ұлы болып шықты. Тағдырдың сұмдық тәлкегі. 7 шешуші сәт. Данияр Бауыржанның артына тығылып қолына жасырын тапаншасын алды. Бауыржан, ат оны. Ол сенің әкеңді өлтірмекші, деп айқайлады Данияр. Бауыржанның қолы дірілдеп тұр. Ол Ерланға, сосын өз әкесіне қарады. Кешір мені, Ерлан, деді ол. Тарс. Оқ дауысы әуежайдың тыныштығын бұзды. Бірақ оқ Ерланға тиген жоқ. Бір үзілген үмітпен соңғы оқ дауысы әуежайдың жалын шарпыған аспанында жаңғырып кетті. Ерлан көзін жұмып өлімді күтті, бірақ денесінде ауырсыну сезілмеді. Көзін ашқанда ол Данияр Болатовтың қарғаның қолындағы тапаншасының ұшып кеткенін және оның білегінен қан ағып жатқанын көрді. Бауыржан Ерланды емес, өз әкесінің қаруын атқан екен. Мен саған бұл қылмысты аяғына жеткізуге жол бермеймін, әке, деді Бауыржан даусы дірілдеп. Оның қолындағы қаруы әлі де Даниярға бағытталып тұрды. Сен менің өмірімді ғана емес, досымның да өмірін күл-талқан еттің. Жетер. Данияр Болатов жаралы қолын басып жерге тізерлеп отыра кетті. Оның көзіндегі ыза мен кек енді қорқыныш қалмасқан еді. 23 жыл бойы құрған билік пирамидасы бір сәтте қирап бара жатты. Екі құжаттардағы сұмдық. Ерлан жанып жатқан ұшақтың маңында шашылып жатқан папкадағы құжаттарды жинап алды. Оның фотографиялық жады парақтардағы есімдер мен сандарды лезде жадына тоқып жатты. Бірақ ол көрген мәлімет Данияр Болатовтың жеке қылмыстарынан әлдеқайда ауыр еді. Бұл тек алтын қорын жымқыру емес, бұл мемлекетті ішінен ірітіп жатқан көлеңкелі кеңестің тізімі болатын. Данияр бұл жүйенің тек орындаушысы, қанаты ғана болып шықты. Тізімнің басында Ерлан ешқашан естімеген, бірақ биліктің ең жоғарғы сатысында отырған адамдардың кодтық есімдері тұрды. Сен мұнымен не істемексің? Деп қырылдады Данияр. Егер бұл құжаттар жарияланса, сені де, анаңды да жердің астынан болса да тауып алады. Сен бүкіл жүйеге қарсы шығып тұрсың. Мен 23 жыл бойы өлілермен бірге өмір сүрдім, Данияр, деді Ерлан суық дауыспен. Маған өлім қорқынышты емес. Маған әділдіктің орнамауы қорқынышты. 3. Бауыржанның қоштасуы. Әуежайға полиция мен арнайы жасақтың сиреналары жақындап қалды. Ерлан Бауыржанға бұрылды. Екі дос бір-біріне ұзақ қарап тұрды. Олардың арасында енді бұрынғыдай шексіз сенім жоқ, тек ортақ қасірет қана қалған еді. Ерлан, мен оны құтқарған жоқпын, деді Бауыржан тапаншасын жерге тастап. Мен тек саған қылмыскер емес, қаһарман болып қалуға мүмкіндік бердім. Оны заң жазаласын. Ал мен енді саған дос бола алмаймын. Мен жауыңның қанымын. Бауыржан қараңғылыққа сіңіп кетті. Ерлан оны тоқтатпады. Ол досының ішкі арпалысын түсінді. Әкесінде қимайды, досында аталмайды. Бұл Бауыржан үшін өмір бойы жазылмайтын жара. 4. Клиникадағы жаңалық. Ерлан құжаттарды сенімді жерге жасырып, анасы жатқан құпия үйге оралды. Гүлсімнің жағдайы жақсарып келеді. Ол енді тек сөйлеп қана қоймай, төсектен өздігінен тұруға талпынып жүр. Балам, Данияр, ол қайда? Деп сұрады Гүлсім Ерланның қолын қысып. Ол торға түсті, анашым. Енді ешкім бізге зиян тигізе алмайды, деді Ерлан, бірақ ол өз сөзіне өзі сеніп тұрған жоқ еді. Ол папкадағы есімдерді есіне алғанда нағыз соғыстың енді басталғанын түсінді. Гүлсім терең күрсініп Ерланға бір құпияны айтты. Ерлан, әкеңнің сол түні Даниярға бермеген бір заты бар еді. Ол кішкентай алтын кілт.
Ол кілт Даниярдың қолындағы папкада жазылған барлық шоттар мен жасырын қоймалардың жалғыз кілті. Әкең оны маған беріп, мұны тек Ерланға бер деген еді. Ол менің бойтұмарымның ішінде жасырулы. 5 көлеңкелі кеңестің соққысы. Ерлан бойтұмарды алып, ішінен шынымен де өте күрделі пішінді кішкентай кілтті тапты. Дәл осы сәтте үйдің терезелері быт-шыт болып қирап, ішке жарық дыбыстық гранаталар түсті. Көлеңкелі кеңес Данияр Болатовтың тұтқындалғанын естіп, Ерланды жоюға және кілтті қолға түсіруге өздерінің ең қатыгез жалдамалы жендеттерін жіберген еді. Бұл жолы Даниярдың күзетшілері емес, нағыз соғыс көрген кәсіби өлтірушілер келді. «Анашым, жерге жат!» деп айқайлады Ерлан қаруына жармасып. 6 қанды қорғаныс. Ерлан жалғыз өзі 5 адамға қарсы тұрды. Оның фотографиялық жады үйдің ішіндегі әрбір бұрышты, әрбір жарықтың түсуін есептеп, қарсыластарының қай жерден шығатынын алдын ала болжап отырды. Ол көлеңке сияқты қозғалып, 2 жендеттің көзін жойды. Бірақ қарсыластардың саны көп еді. Олар Гүлсім жатқан бөлмеге жақындап қалды. Ерланның оғы таусылды. Ол қолына аңшы пышағын алып, соңғы айқасқа дайындалды. Кенеттен сырттан автоматтың дауысы естілді. Біреу жендеттерді сырттан ата бастады. Бұл Ерланның көмекке шақырған серігі Қанат емес еді. Бұл Бауыржан болатын. Ол кете алмапты. Ол өз қателігін түзету үшін оралған еді. 7 шешім қабылданды. Айқас аяқталған соң, Ерлан мен Бауыржан үйдің алдында қан жоса болып отырды. «Сен неге оралдың?» деп сұрады Ерлан демін алып. «Менің әкем түрмеде отырып, бәрін мойындайтынына сенбеймін», деді Бауыржан суық дауыспен. Көлеңкелі кеңес оны сол жерде ақ өлтіреді. «Біз тізімнің басындағы адамды табуымыз керек». «Ол Бүркіт». «Бүркіт? Ол кім?» Ерлан Бауыржанға қарады. «Ол Данияр Болатовтың ең жақын серігі және менің анамды өлімге итерген адам. Ол қазір елдің ең жоғарғы басқару жүйесінде отыр. Ал сенің қолындағы кілт оның бүкіл байлығының кілті». Ерлан қара дәптерін ашты. Данияр Болатовтың қарғаның есімі сызылды. Бірақ дәптердің соңғы бетіне ол жаңа есімді жазды. Бір. Пирандыдан соңғы үнсіздік. Үйдің іші оқ жауғаннан кейін қаңырап қалды. Ерлан мен Бауыржан ауыр демалып қабырғаға сүйенді. Бауыржанның қолындағы автоматынан әлі де түтін будақтап тұр. 2 дос біріне бірі қарады. Бұл қараста 23 жылдық балалық шақта, соңғы күндердегі қанды қасапта, сатқындық пен кешірімде бар еді. «Олар тоқтамайды, Ерлан», деді Бауыржан дауысы қарлығып. «Бүркіт Данияр Болатов емес. Ол қателескенді кешірмейді. Даниярды олар баяғыда-ақ тізімнен сызып тастаған». Ерлан қолындағы кішкентай алтын кілтке қарады. Бұл кілт оның қолындағы соңғы көзір. Бірақ бұл кілттің не ашатынын әлі ешкім білмейді. 2 Бүркіттің бейнесі. Бауыржан Ерланға Бүркіттің кім екенін ашып айтты. Бұл мемлекеттің қаржылық жүйесін бақылап отырған, есімі ешқашан газет беттеріне шықпайтын. Умаровтың жеке резиденциясы қаланың тау жағындағы биік жартастың басында орналасқан. Деді Бауыржан, ол жер нағыз қамал. Күзеті тіс тырнағына дейін қаруланған. Ал сенің қолыңдағы кілт ол сол резиденцияның астындағы жер асты мұрағатын ашады. Онда көлеңкелі кеңестің 30 жыл бойы жинаған барлық компроматы мен алтын қорының кодтары сақталған. 3 фотографиялық жадтың жұмбағы. Ерлан кілттің үстіндегі өте ұсақ ойықтар мен таңбаларға үңілді. Оның гипертимезиясы іске қосылды. Ол әкесінің 23 жыл бұрынғы бір суретін есіне түсірді. Суретте әкесі ескі бір ғимараттың алдында тұрған еді, ал сол ғимараттың есігінде дәл осындай таңба болған. «Бұл кілт тек резиденцияны ашпайды», деді Ерлан кенеттен көзі жарқ етіп. «Бұл механизмнің бірінші бөлігі ғана. Әкем маған екінші бөлігінің қайда екенін де айтып кеткен еді. Бала күнімде ол маған егер жолыңнан адассаң, алғашқы наубайханамыздың іргетасын ізде дейтін.
Ерлан түсінді, әкесі құжаттарды бір жерге, ал оның кілтін екінші жерге жасырған. Бірақ ең басты сандық Омаровтың табанының астында. 4 бүркіттің соққысы. Дәл осы сәтте Ерланның телефонына хабарлама келді. Бұл Данияр Болатовтың Қарғаның түрмедегі өлімі туралы ресми ақпарат еді. Оны тергеу изоляторында жүрегі тоқтап қалды деп ресімдеген. Олар оның көзін жойды, деді Ерлан тістеніп. Ендігі кезек біздікі. Сол сәтте үйдің сыртында тікұшақтың гүрілі естілді. Нұржан Омаров, бүркіт, бұдан былай жалдамалы жендеттерді жіберіп әуре болмайтынын, өз әскерін қолданатынын көрсетті. Төбеден арнайы жасақ сарбаздары түсе бастады. Бауыржан, анамды алып артқы есікпен қаш. Мен оларды бөгеймін, деп айқайлады Ерлан. 5 қанды шегініс. Ерлан үйдің ішіне алдын ала орнатқан жарылғыш заттарды іске қосты. Үй лаулап жана бастады. Ол түтін мен отты пайдаланып сарбаздарды адастырды. Бірақ бұл жолы оған оңай болмады. Бір оқ Ерланның иығын жалап өтті. Атыс кезінде Ерлан Бауыржан мен Гүлсімнің көлікке мініп алыстап бара жатқанын көрді. Ол жеңілдеп қалды. Енді оның қолы бос. Ол көлеңке сияқты қараңғы баққа сіңіп кетті. Ол бүркіттің адамдарын орманның ішіне алдап кіргізіп, бірінен соң бірін залалсыздандырды. Бірақ ол бір нәрсені байқады. Сарбаздардың бірінің қолында Ерланның анасының орамалы бар екен. Олар оны әдейі қалдырған. Бұл тұзақ. 6 жаңа одақ. Ерлан қаланың ескі бөлігіндегі жасырын жерге келді. Онда оны Бауыржан күтіп тұрған еді. Бірақ Бауыржан жалғыз емес. Оның қасында Ерланның 23 жыл бұрынғы тізімінен аман қалған бір адам отырды. Бұл мүгедектер арбасына танылған Қайрат Темиров, қасқыр ие. Ерлан оны жекпе-жек клубында құлатқан болатын. Сен мұнда не істеп жүрсің? Деді Ерлан тапаншасын кезеп. Тоқта, Ерлан, деді Бауыржан алдына тұрып. Қайрат бәрін айтып берді. Бүркіт оның отбасын қырып тастаған. Ол бізге көмектескісі келеді. Ол резиденцияның жерасты жолдарын жақсы біледі. Қайрат басын көтерді. Оның жүзінде кек оты жанып тұрды. Мен сені жек көремін, Ерлан, бірақ бүркітті одан да қатты жек көремін. Ол бізді 23 жыл бойы ит сияқты жұмсап, соңында қоқ сияқты лақтырып тастады. Мен саған жерасты жолын көрсетемін, бірақ оны менің көзімше өлтіруімді талап етемін. 7 бүркіттің биігіне шабуыл. Түн ортасы. Таудың басындағы зәулім резиденция. Ерлан, Бауыржан және арбадағы Қайрат жерасты кәріз жүйесі арқылы ғимараттың іргесіне жетті. Ерлан алтын кілтті шығарды. Олар жерасты қоймасының ауыр темір есігінің алдында тұрды. Бұл есік тек кілтпен ғана емес, белгілі бір кодпен ашылады. Ерлан әкесінің хатындағы сандарды есіне түсірді. Есік сықырлап ашылды. Іштегі көрініс оларды таңғалдырды. Онда тек алтын мен ақша емес, бүкіл елдің тағдырын шешетін құпия мұрағат жатты. Бірақ бөлменің ортасындағы экранда Нұржан Омаровтың, бүркіттің бейнесі пайда болды. Қош келдіңдер, деді Омаров даусы нық шығып. Ерлан, сенің әкең бұл есіктің ашылғанын ешқашан қаламаған еді. Өйткені бұл жерде сенің анаң туралы ең сұмдық шындық жасырылған. Сен оны білуге дайынсың ба? Ерланның қолы дірілдеп кетті. Омаровтың артында камераның көрінісінде ол анасы Гүлсімнің Бауыржанның күзетінде емес, Омаровтың адамдарының қолында тұрғанын көрді. Бауыржан Ерланға қарап күлімсіреді. Ол Ерланды тағы да сатып кеткен екен бір. Салқындық орнаған мұрағат. Жерасты мұрағатының іші өлі тыныштыққа бөленді. Тек серверлердің бір қалыпты гуілі мен Ерланның жиілеген тынысы ғана естіледі. Оның алдындағы экранда Нұржан Омаров, бүркіт, мен оның жанында тұрған анасы Гүлсім көрінеді. Ал жанында бала күннен бірге өскен, бауырындай болған Бауыржан тапаншасын Ерланның желкесіне тақап тұр. Неге, Бауыржан? Тағы да ма? Ерланның даусы дірілдеп, ішкі жан дүниесі егілді. Біз бір табақтан нан ішпеп едік. Сенің әкең Данияр болса да, мен сені бауырым дедім ғой. Бауыржанның жүзі тас болып қатып қалған. Оның көзінде ешқандай эмоция жоқ. Ерлан, сен тым идеалсың. Сен әлемді ақ және қара деп бөлесің. Бірақ бұл әлем сұр.
Менің қанымда Даниярдың қаны бар, ал оның Омаровқа қарызы көп еді. Мен тек отбасымды сақтап қалғым келеді. Сенің кегің бізді құрдымға жібереді. Екі бүркіттің сұмдық ақиқаты. Экрандағы Нұржан Омаров мысқылмен күлді. Ол қолындағы шарапты ұрттап Гүлсімге қарады. Ерлан, сен анаңды наубайшы деп ойлайсың ба? Сәл қателесесің. 1999 жылға дейін сенің анаң Гүлсім мемлекеттік банктың бас есепшісі және көлеңкелі кеңестің барлық қаржылық схемаларын жасаған болған. Ол біздің миымыз еді. Ерланның басы айналып кетті. Ол анасына қарады. Гүлсім экранның арғы жағынан ұлына мұңды жанармен қарап, үнсіз басын иді. Ол бізден қашқысы келді деп жалғастырды. Омаров, сенің әкең екеуі алтынды ұрлап, жаңа өмір бастамақ болды. 1999 жылғы өрт бұл рейдерлік шабуыл емес, бұл оппозиция мен сатқындықты жазалау еді. Сенің әкең батыр болған үшін емес, біздің ортақ олжамызды бөлісе алмаған үшін өлді. Ал алтын кілт ол сол кезде жоғалған алтынның емес, сенің анаң жасаған жасырын шоттардың кілті. Сүйікті ананың үнсіздігі. Анашым, айтшы. Бұл өтірік қой. Ерлан айқайлап жіберді. Гүлсімнің даусы әлсіз шықты. Ерлан, кешір мені. Біз жас едік. Біз бұл балшықтан оңай шығамыз деп ойладық. Бірақ бүркіт ешкімді жібермейді. Әкең сені қорғау үшін бәрін өз мойнына алды. Мен осы 23 жыл бойы үнсіз жатып, сенің бұл іске араласпауыңды тіледім. Бірақ сенің жадың, сенің қарғыс атқан жадың бәрін құртты. Ерлан тізерлеп отыра кетті. Ол 23 жыл бойы бір идеал үшін күресті. Ол анасын періште, әкесін қаһарман деп білді. Енді оның бүкіл әлемі күлге айналды. 4 қасқырдың соңғы соққысы. Дәл осы сәтте мүгедектер арбасындағы Қайрат, қасқыр, қозғала бастады. Ол Бауыржанның назары Ерланда екенін пайдаланып, арбасының ішіне жасырылған шағын құрылғыны іске қосты. Бұл мұрағаттың электроникасын істен шығаратын электромагниттік импульс еді. Бәрің тозаққа кетіңдер, деп ақырды Қайрат. Жарық сөніп, экрандар сөнді. Бөлме ішінде қараңғылық орнады. Осы сәтті пайдаланған Ерлан Бауыржанның қолынан бұлқынып шығып, оны қараңғыда ұрып жықты. Ол 23 жылдық жаттығудың арқасында қараңғыда да бағдарлай алатын. 5 қараңғыдағы аңду. Мұрағаттың ішіндегі күзетшілер де дүрбелеңге түсті. Ерлан көлеңке сияқты жылжып Қайраттың қасына жетті. Қайрат, не істедің? Деп сыбырлады ол. Бұл жер қазір блокталады, деді Қайрат қырылдап. Омаровтың күзеті қазір төмен түседі. Мені осы жерде қалдыр. Менің есебім аяқталды. Сен анаңды құтқар. Анаң резиденцияның жоғарғы қабатындағы шыны бөлмеде. Бар. Ерлан Бауыржанға қарады. Ол есін жиып орнынан тұрып жатыр екен. Бауыржан, мен сені өлтірер едім, бірақ менің қолым бауырымның қанына малынғанын қаламаймын. Мені тоқтатпа, деді Ерлан. Бауыржан қараңғыда үнсіз қалды. Сосын ол тапаншасын Ерланға емес, есікке қарай бағыттады. Бар, Ерлан, күзетті мен бөгеймін. Бірақ бұл біздің соңғы кездесуіміз. Келесі жолы мен Даниярдың ұлы ретінде келемін. 6 бүркіттің ұясына шабуыл. Ерлан мұрағаттан шығып, резиденцияның ішкі баспалдақтарымен жоғары өрледі. Ол жолындағы күзетшілерді аяусыз сұлатты. Оның бойында енді кек қана емес, шындықтың ашы запыранынан туған жабайы ыза бар еді. Ол шыны бөлмеге жеткенде Нұржан Омаровты көрді. Ол Гүлсімнің тамағына пышақ тақап тұр екен. Тоқта, Ерлан, деп айқайлады. Омаров, алтын кілтті маған бер. Ол кілт тек ақша емес, ол сенің анаңның қылмыстарын дәлелдейтін цифрлық қолтаңба. Егер ол менде болса, мен сенің анаңды босатамын. Егер жоқ болса, ол түрмеде шірейді. Ерлан қолындағы алтын кілтке қарады. Бұл кілт анасының бостандығы ма, әлде әділдіктің құрбаны ма? 7 күтпеген таңдау. Ерлан кілтті Омаровқа қарай лақтырды. Ал, маған анамнан басқа ештеңе керек емес.